Қайырлы күн. Италияның Римини қаласынан әлемнің ең көне тарихи қалаларының бірі Рим қаласына саяхатымыз ендеше осылай басталды. Қазір біз Рим қаласының орталық шағын ауданы Термини ауданындамыз. Термини ауданына тоқталуымыздың басты себебі Испанская лестница, Фонтан Треви, Колизейге жаяу жетуге болады. Алдымызда Рим қаласының көне тарихи символы Колизей. Колизей ежелгі римліктердің ең негізгі ойын-сауық орталығы болған. Негізгі қойылымдар театр, музыка, спорт ойындары, гладиаторлар мен жануарлардың шайқастары болып табылған. Шайқастың басты мақсаты құрбандылық болып саналған. Колизейдің ішіне кіру үшін алдын ала онлайн билет сатып алдық, бағасы 18 евро. Входтан билет онлайн алғанбыз, тексердік. Қазір Колизейдің ішіне бара жатырмыз. Сен не істедің? Колизейдің іші. Негізгі тарихи жолына жүгінетін болсақ, осы Колизейдің ішінде жануарлар мен гладиаторларды ұстаған. Гладиаторларға қару ұстауды үйретіп, олар ең епті және мықты құлдар болған. Гладиаторлар мен жануарлардың шайқастары ежелгі Рим халқы үшін ол керемет бір көрініс болып табылған. Бұл Колизейдің кішірейтілген фотомакеті. Қараңыздар, қандай керемет. Өзімді бір сол кезеңге түскендей сезіндім. Керемет қуаныштымын. Қош бол менің Колизейім. Күне кіріп, сіздерге римский форумның бейнесін көрсетемін. Тарихи көрініс. Осы кезеңдегі Рим форумы бұл ежелгі Рим, мәңгілік қаланың тарихи жүрегі. Ежелгі Рим форумы Италия халқы үшін ең киелі жер. Осы жерде өздерінің ежелгі императорлар мен жеңімпаздарын еске алады. Рим форумындағы аркалар әйгілі императорлар мен генералдардың құрметіне орнатылған. Ежелде осы мекенде Рим империясының маңызды мәселелері шешілінген, ұлы шайқастың жеңімпаздары қарсы алынған, қылмыскерлердің өлім жазасына кесілінген жері. Ал алдымыздағы осы жерде ежелгі Рим империясының саябағы болған. Менің ойымша, осы жер ежелгі Рим императорының мекені. Осымен ежелгі Рим империясына менің саяхатым аяқталды. Рим қаласындағы келесі саяхатым ол керемет Фонтан Треви. Алғаш Фонтан Тревиді «Сладкая жизнь» киносынан көргенде өз көзіммен көргім келіп еді. Олай болса, бұл алдымыздағы үлкен Фонтан Треви.
Фонтан Треви деп аталуының басты себебі үш көшенің орталығында орналасқан себептен итальян тілінен алғанда тре үш, виа көше деген мағынаны білдіреді. Рим қаласының туристері фонтанның көгілдір суына күніне шамамен 1,5 евро лақтырады. Монета лақтырудың басты себебі ол тілек тілеу. Егер де фонтанға теріс қарап, оң қолыңызбен монетаны ұстап, сол иығыңыздан лақтырсаңыз, армандарыңыз орындалады. Негізгі фигурасы теңіздер мен мұхиттардың билеушісі Нептун құдайы. Бейнедегі Нептунның суретілгіш арбаға мінген аттары оң жағында қатыгезділікті, сол жағында теңіздің тыныштығын белгілейді. Рим қаласының ең танымал Виале ди Кондити көшесі арқылы испан баспалдақтарына келіп жеттік. Рим қаласының көрнекті жерлерінің бірі Плаза де Испания. Неге испан баспалдақтары деп аталады Рим қаласында? Өйткені баспалдақтардың жаңында испан елшілігі орналасқан. Фонтан Баркаччо әйгілі мүсінші Пьетро Бернини безендеген. Барокко дәуірінен қалған испан баспалдақтары 136 баспалдақтан тұрады. Осылайша осы баспалдақтармен жоғары көтеріліп, француз королінің салған Тринитà dei Monti шіркеуін бейнесін тамашалаймыз. Мінекей алдымыздағы ғимарат бұл Тринитà dei Monti шіркеуі. Осы жерде римский каникулы мелодрамасының Орди Хепберннің баспалдақтарда балмұздақ жеп отырған бейнесі есіме түседі. Осылайша Рим қаласының тамаша көшелерімен серуендеп түскі асқа тамандадық. Паста тағамының негізгі отаны бұл Италия. Ендеше дәмін тамашалайық осы жерден. Негізінде Италияда пастаның орта бағасы шамамен 12-14 евро. Я тоже думаю, вечером уже, наверное, не будем кушать. Максимум перекусим чем-нибудь, а так кушать реально. Помидоры, что-нибудь такое, типа как мой любимый помидор. Нет, Айнура будет кушать. Сіздермен болған мен Айнұр, Италияның Венеция қаласында көріскенше.